16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер, эфирде ем болсын хабары және оның жүргізушісі мен Алтынбек Рахымберді. Жүрек соғысыңыз жиілеп, көңіл күйіңіз бұзылып, басыңыз айналды ма? Ауыз қуысыңыз құрғап, бір жақ қол аяғыңыз істемей жансызданды ма? Ал соның салдарынан инсульттің алғашқы белгілері сізде байқалды ма? Қорықпаңыз, оның алдын алуға және түбегейлі емдеуге мүмкіндік бар. Ол үшін сіз Ламифарен орталығына хабарласыңыз және бүгінгі хабарымызда тапжылмай отырып көріп, құлақ асыңыз. Ал студиямыздың қонақтарын таныстырып өтейін. Орталықтың білікті маманы Рыскүл Абайқызы және осы өнімді тұрақты пайдаланып жүрген апайымыз Балжан Қошқарбаева. Енді бүгінгі хабарымыз инсульт. Соған тоқталайықшы. Инсульт дегеніміз не, ол неден пайда болады? Инсульт көбіндегі ең көп тарап отырған аурулардың бірі болып табылады. Ол миға зақым түскен кезде, болмаса ми қан тамырларының жарылуы, қан тамырларының бітелуі, сондықтан да қан тамырлар жарылған кезде миға қан құйылу болып жатады. Соның себебінен инсульт алып жатады. Ишемиялық инсульт деп жатамыз, жалпы инсульт алып жатады. Оның барлығын себебі холестерин деңгейінің көбеюінен, қан қысымының жоғарылауынан, өйткені бізге көп хабарласатын кісілердің қан қысымы жоғары деп шағымданады. Осының нәтижесінде осындай күрделі ауруларға шалдығуы мүмкін. Бұрын арагідік естейтін болсақ, үлкендер арасында, қазір жастарда да, үлкендерде де, орта жастағы жалпы жас талғамайтын болған бұл аурудың түрі. Енді қандай түрлері бар? Соған бір тоқталып алсақ. Дұрыс айтасыздар. Қазір жүрек қан тамыры аурулары жасарып келе жатыр. Оған жаңағы зиянды нәрсеге әуес болу деп жатырмыз. Темекі шегу, ішімдік ішу, ондай кезде қан тамырлар жаңағы тарылады, миға толыққанды оттегі жетіспейді, жаңағы содан бас ауырады, бас айналады. Жалпы инсульттың екі түрі бар. Ишемиялық жаңағы инсульт деп жатамыз, одан кейін геморрагиялық инсульт деп жатамыз. Осы геморрагиялық инсульт деген ең жиі кездеседі және ең ауыр түрі. Өйткені ол миға қан құйылуынан пайда болады. Ал ишемиялық инсульт ол қан тамырлардың бітелуі, қан айналымының нашарлауы, жаңа холестерин, тромбтардың көбеюінен пайда болады. Қандай белгілері болады бастапқы кезде білінетін? Инсультті ең алғашқы кезде жүрек қағысы нашарлайды, жиі бас ауырады, бас айналады, құлақта шу да пайда болады, асқа деген тәбет те болмайды. Үнемі бір шаршаңқы, ұйқысыздық, мазасыздық басалайды және қан қысымы жоғарылаған кезде бас ауырып, бас айналып жатады. Енді бұл көбінесе кездесетін жағдайлар, жаңа құлақтың шулы, шыңылдады, жаңа жүрегім қақып кетті деп жиі естіп қалып жатамыз. Бұндай жағдайда не істеу керек? Міндетті түрде бірінші кезекте адам салауатты өмір салын пайдаланған дұрыс болады. Таза табиғи өнім арқылы толыққанды емделуіңізге болады. Жақсы, енді Балжан әпке, расында да осы Ламифарен өнімі әр шаңырақтың дастарханда болу керек деп есептейсіз ба? Иә, мен өзім толық қосылам. Өйткені біз ылғи осыны 2 жыл болды, осы өнімді ғана қабылдаймыз. Өйткені ол 100% табиғи өнім. Бұл ағзаға да жаңағы сіздер айтып отырсыздар ғой, жаңағы инсульттың алдын алу деген, қан тамырлары, ішкі құрылыс бәріне жақсы. Өзіңіз бұны пайдаландыңыз ғой, Өзім пайдаланып жүрмін және семьяммен бірге пайдаланамыз. Қандай ауруыңыз себепті бұны алуға бел шештіңіз? Мен бұнда ұйқысыздық болды, сосын жаңағыдай жұмысқа деген сондай бір ешқандай бір ұйқым келіп, кешке дейін құлшынысым төмендеп, әлсізденіп, басым айланып, жүрегім қағып, құлағымда не болды, шулдар пайда болды. Шум болды. Және давление пайда болды осы кейінгі жылдары. Осының барлығына енді осыны ішкелі бері Құдайға тәубе, Аллаға шүкір. Қанша уақыттан бері пайдаланып келесіз? Енді мен 2 жылдай болып қалды осы өнімді. Ылғи басқа өнімді емес, осы тек қана осы Ламифаренді алып, осы ішіп жүрмін. Бұл уже бітіп қалса, енді басқа бір білмеймін енді, басқа өнім жоқ сияқты өзіме көрінеді. Өйткені Ламифарен тек қана осы барлық ауруларға себеп. Осы өнім осы жақсы деп ойлаймын. Сіздерге рахмет. Бастапқы кезде сіздің жағдайыңыз қандай еді? Қазіргі кездегі жағдайыңызбен салыстырсаңыз? Мен айтамын, бірінші Аллаға шүкір, Алла деп айтамын, екінші осы Ламифарен өнімі. Өйткені осыны ішкелі, маған өзіме кішкене жүріп, осы ел қатарлы, жұмысыма да құлшыныс пайда болды. Өзімді жаңағы шуыл деген сияқтылардың бәрі кетті ғой? Шүкір Аллаға, сол құлақтың шумы кетті, мына шу дейміз ғой, жаңағы құлағым бір пойыз өтіп бара жатқан сияқты дырылдайтын. Енді соның бәрі қойып, Аллаға шүкір, енді ұйқымда кішкене тынышталып, давлениемде кішкене тұрақтанды. Сіз тұрақты пайдалануға, бұның сізге жақсы әсер беруіне тек қана өнім
әсер етті ме, әлде мамандар сізді қадағалап, осыны ішіңіз, былай істеңіз деп нұсқау беріп отырды ма? Иә, дұрыс айтасың. Бұнда ана Индира деген қызымыз, көбінесе мен соған хабарласам, сол кісі өзінің жаңағы өздері врачтар өздері айтып отырады. Мен өзім хабарласып отырамын, мына жерім мынандай болып қалды, басым айдандады, енді істеймін, қалай ішуім керек деп сол кісілерден кеңес сұрап отырдым. Сол кісілердің арқасында енді Аллаға шүкір, рахмет. Осы өнімді көріп қалай екен деген кезде сіз не дейсіз? Өте керемет деп айтамын. Өйткені рахмет, осы ламифарм өнімін тек қана осыны ішіңіздер. Осы мен өзімнен алған енді практика дейді ғой, енді өзімнің алған басыңыздан өткеннен кейін. Басымнан өткеннен кейін сосын айтып отырмын. Ең бастысы бұл өнімнің басты байлығы ол емдеуінде, бір әсер етуінде. Яғни бұл өнім өз миссиясын орындап жатыр деген сөз, иә? Иә. Мен солай толық қосыламын. Жақсы, енді Рыскүл ханым айтсаңыз, бұл инсульттың алдын алуда, түбегейлі емдеуде, немесе сол ауруларды біздің ағзамызға туындамау үшін қандай көмегі бар, қандай әсері бар, қалай пайдалансақ болады, соған бір кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Әсері, көмегі өте жақсы. Бұл ламифарин өзіңіз көріп отырғандай гель-образный деп атамыз, бал қаймақ сияқты 550 граммдық банкада келінеді. Ламинария ангустата деп жаңа айтылған балдырдың түресі деп отырмыз, сондай балдырдан жасалынады. Адамның ағзасына өте жақсы әсерін береді, өйткені бойына тез сіңеді. Кез келген аурулардың белгілі бір неше түрлі жаңағы адамның бойында бір ғана ауру емес, бірнеше аурулар болады. Осындай кезде ламифарин өнім пайдаланатын болса, зат алмасу процесінің жақсаруына, ішкі ағза ас қорыту жолдарына, жаңағы инсульт неден пайда болады, қан қысымы жоғарылаған кезде шлак токсиндерден деп отырмыз, осы шлак токсиндерден толыққанды организміңізді тазартады, қабынуды жояды, инфекция, вирус, бактерияны тазалайды, ішкі құрылысыңыздың қызметін жақсартады, бауырдың, бүйректің қызметін жақсартады. Бүйрек дұрыс қызмет атқармаса да қан қысымы жоғарылап кетіп жатады. Сондықтан да бұл өнімді іште ішіп және сырттай жағып пайдаланса болады. Ал енді жүрек қан тамырлары аурулары, жүрек біздің ағзамыздың моторы ғой, бұл айтатын болсақ, егер біз жүрегімізді күтпейтін болсақ, қандай да бір дұрыс бақылап отырмасақ, бір бастапқыда ол сәл шаршаңқы болуы мүмкін, әлсіздіктен белгілерден пайда болуы мүмкін. Соны біз мұқият қарап, өз денсаулығымызбен сырласып, міндетті түрде осындай пайда болды ғой деп осындай жаңағы өнімдерді үнемі пайдаланатын болсақ, біз ауруымыздың алдын аламыз, біз иммундық жүйемізді көтереміз, және де өзіміздің ағзамыздың белгілі бір аурулармен күресуіне жақсы себебін. Ламифарин өнімінің құрамында 40-қа жоқ макро микроэлементтері бар, толыққанды дәрумендері бар, полисахарид бар, жаңағы ламинарин деген полисахариді арнайы біздің қан айналымын жақсартады, қанымызды сұйылтады, миға толыққанды оттегі баруын қамтамасыз етеді. Ми тамырлар қысылып қалған қан тамырлар болады, жаңағы темекі шеккен кезде деп отырмыз, тарылады деп отырмыз. Сондай кездерде ұйып қалған қандардың барлығын тарата отырып, холестерин деңгейін азайтып, тромбтарды ерткен кезде біз ота жасатпай-ақ, шунт-терігін жасатпай-ақ, стенд қоймай-ақ, жүрек қан тамырлы аурулардың алдын алуымызға болады. Бізде енді пайдаланып жатқан кісілер өте көп. Жақсы, өзіңіз айтқандай, біз бір нәрсені қолданбас бұрын оған деген жақсы пікірлерді іздейміз алдын ала. Ал сіз жақсы пікірді өзіңіздің ағайын туыстарыңыздан алдыңыз, сенім арттыңыз, сеніміңіз ақталды. Солай ғой? Иә, дұрыс айтасың. Осы ламифарин ішкелі мен өзім және өзім туысқандарым сауығып, осы ламифарин ішкелі берді дұрысталып, жұмысқа деген қабілеті де артып, жақсы нәтиже бергеннен кейін осы ламифаринді ғана пайдаланып жүрміз. Сіз басқаларға сізде ұсынасыз? Басқаларға да ұсынамын, басқаларға да кеңес беремін. Осы ламифаринді ішсеңіздер, толық жазылып кетесіздер. Жақсы, хабарымыздың аяқталуында санаулы минуттар қалған екен. Сөз соңында айтар түйін сөзіңіз болса? Сөз соңында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2030 даму стратегиясында айтылған болатын, салауатты өмір салтын сақтаңыздар деп. Сондықтан да мен де сіздерге айтқым келеді, осы таза табиғи өнім, ламифарин өнімі арқылы толыққанды ауруларыңыздан сауығуыңызға болады. Өйткені бұның құрамында артық қоспа жоқ, таза табиғи өнім болғаннан кейін ағзаға өте жақсы әсерін береді. Міндетті түрде пайдаланыңыздар, біздің білікті де білімді мамандарымыздан кеңес алсаңыздар болады, хабарласыңыздар. Жақсы, аз уақыттың ішінде көптеген ақпарат алдық деп ойлаймыз, көрермендерімізде. Енді бұл өнім жайлы бұрынғыдан да тереңірек түсіне бастады деген сенімдеміз. Қадірменді телекөрермендер, егер өнім жайлы тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Орталықтағы мамандар сіздерге егжей-тегжейлі түсіндіруге тырысады. Тапсырыс берген жағдайда еліміздің қай өңірінде, қай түкпірінде болсаңыз да жеткізу қызметі тегін. Аман сау болыңыздар.